Сәлем достар, байланыста Гүлдана. Бүгінгі тақырып эгоны қалай ерту керек. Вообще эго деген не, және мен осы нәрсені сіздерге өзімнің призмамен талдап бергім келеді. Мысалдар келтірем, әрине, өте маңызды. Эго деген бұл, білесіздер ма, адамның бойындағы травмадан пайда болатын сущность деп айтсам болады. Эго жерде өмір сүретін адамдардың барлығында бар. Және эволюцияның басты мәні осы эгоны ертуден тұрады. Яғни сіздер неғұрлым рухани дамисыздар, соғұрлым сіздерді эго ериді. Эго ерген сіздер байқайсыздар, во-первых, эго ерген кезде адамның бойындағы мынау маскалар бар ғой, неше түрлі фильтрлер. Қоғамның әсерімен сіздер киіп алған маскалар, ата-анадан, ата-бабадан берілген неше түрлі фильтр маскалар шешіледі. Сол маскаларды шешу арқылы адам эгосын ертеді. Бөтен маскаларды шешу, мына әлемге өзіңнің жаныңның көзімен қарау эгоны ергенін көрсетеді. Егер де сіз өмірге ата-ананың көзімен қарайтын болсаңыз, негізі адам ата-ананың ғана көзімен қарамайды, ол ата-бабаның көзімен қарайды. Бұл неосознанно болады. Ата-бабаның ДНК-сында бар нәрсе сізге, сіз оның ұрпағы болғандықтан беріледі. Оған не кіреді? Оған мінез құлықтары. Сіздің ата-бабаларыңыз кезінде ауыр сынақтан өтіп, сол сынақты қорыта алмаған болса, бұл сынақ келесі ұрпаққа автоматын беріледі. Ұрпағының ішінде кім осы сынақты қорытып қабылдап ертеді? Бұл жаңағы тұрып қалған, үйіған қан секілді болады да, бұл андай жиналып қалған сгусток энергия деп айтады. Сол карма дейінші, сол карма тоқтайды. Яғни келесі ұрпаққа берілмейді. Карма тоқтады деген сөз, бұл сіздің ұрпағыңыз проработка жасап жүрмейді деген сөз. Шексіз бақыттың ішінде өмір сүреді деген сөз. Өте ерте жетістікке жетеді деген сөз. Ата-анадан беріледі. Сіздің ата-анаңызға бұл нәрсе олардың ата-анасынан берілетін болғандықтан, адам білім болмаған кезде бұл нәрсемен қалай жұмыс жасауды білмейді, сонымен бұл барлығы оның балаларына беріледі. То есть карманың ішіне не кіреді? Мінез құлық кіреді, сынақтар, қайталана беретін сценарийлер кіреді. Мен сондықтан әрқашан айтамын, негізі қайталана беретін сценарий, сезімдер, сіздің бойыңыздағы реакция, ол сізге тиесілі емес. Егер ол қайталана беретін болса, мысалы сіздің бойыңызда бір реакция бар, біреу сіздің, білмеймін, тіпті шекараңызды бұзған кезде, болмаса бір конфликтный жағдайда сізге қандай да бір нәрсе айтатын болса, сіз оған остро реакция жасайтын болсаңыз, бұл реакция және сол жағдай қайталана беретін болса сіздің өміріңізде, бұл реакция, бұл сценарий сізге тиесілі емес деген сөз. Мысалы, адам сіздің шекараңызды бұза береді. Сіздің бабаңызда, білмеймін, қай апаңыз немесе атаңызда жеке шекарамен жестко проблема болған деген сөз. Ол кісі шекарасын қорғап үйренбеген, ол сіздің ата-анаңызға берілген. Ата-анаңыз шекарасын қорғап үйренген жоқ, ол сізге берілді. Шекараны неадекватно қорғау деген не? Неадекватно екі позициядан қорғайсыз, или төмен, или жоғары. Жоғары позиция агрессиямен қырылу. Интернетте ол нәрсе ашық тарап жатыр, біреу сен шекараңды бұзама, пошли его, понимаете? Бұл неадекватная позиция. Екінші позиция. Кішкентай баланың позициясы, яғни төмен позициядан шекараңды қорғамай, былай подавлять ету. Жақсы қыздың позициясынан, жақсы баланың, Типа, если ол адам агрессивный болса, мен үндемесем, значит, мен жақсымын, значит, мені Құдай жақсы көреді, или даже оның түбінде негізі өте терең діни программа бар. Мен жақсы болсам, үндемесем, Құдай мені жұмаққа кіргізеді деп ойлайды. Байқадыңыздар ма, бұл екеуі де крайность. Орта жол жоқ бұл жерде. Крайность деген не? Сіздің оң жақ мишарыңыз бен сол жақ мишарыңыз екеуі келісімге келе алмайды да, то мына жақ реакция жасайды, то мына жақ реакция жасайды. Пайғамбарлар айтып кеткен орта жол бұл нейтральность. Сіздің миыңыз орта нүктеде бірігіп, бір-бірімен дипломатияға келіп, адекватный, ересек адамның күйінен реакция шығара білу. Мен бұны нейтральная позиция деп айтам. Нейтральная позицияның артында өте үлкен махаббат бар. Вообще,
нейтральный позициядан реакция жасап үйрену бұл эгоны ертетін ең мықты инструмент болып табылады. Уақыт өте келе сіздер осы миыларыңызды нейтральный күйден реакция жасап үйрететін болсаңыздар, сіздерде триггер болмайды. Триггер қалмайды. Нейтральное состояние, нейтралды күй бұл сіздердің миыларыңыздағы ескі нейрондардың барлығын ертеді. Реакцияны отслеживать ету өте маңызды сол себептен. Ерткен кезде сізді ешнәрсе задевать етпейтін болады. Біреу сіздің шекараңызды бұзып жатыр ма, сізде агрессия болмайды. Но в то же время, то есть сіз адекватно, спокойно, әдемі қорғайсыз шекараңызды. Кстати, менде жеке шекара туралы негізі айтатын нәрсе өте көп. Это целая программа, менде жақында проект шығады. Сол жерде бір бөлім болады, ол бөлім бөлек шекара туралы болады. Ол жерде техника болады, неше түрлі практика, өте действенный, мен өзім жеке клеткаммен прожить еткен содан шыққан практикалар, себебі менде жеке шекарамен қатты проблема болған. Буквально андай стертый болады ғой, шекараң жоқ. Мен сіздерге прям по образу, подобию с нуля ашып берем шекараның не екенін. И дальше сіздердің жеке-жеке, так скажем, конституция деп айтады, соны қалыптастыратын боламыз сол проектте. Ол бір ғана бөлімі, хотя ол проект 7 бөлімнен тұратын болады. Так вот, получается, бұл реакция кез келген ситуацияға байланысты, да? Сіз кез келген ситуацияда, мынау ересек адам орта состояниядан реакция жасап үйренген кезде, бұл сізге не береді? Біріншіден, сіз өміріңізге керек емес бүкіл сценарийлер тоқтайды деген сөз. Бір ғана практика, сіздер бұны еще күнделікті жасап миларыңызды үйретулеріңіз керек қой. Бір ғана практика бүкіл керек емес сценарийлер тоқтатады. Оның ішіне сізге керек емес ауру болуы мүмкін, керек емес адамдарды тартасыз өміріңізге. Оның бір сөзбен айтқанда, сіздің миыңызды былай ауыртып жүрген 90% проблеманы реакцияны отслеживать ету арқылы, оны өзгерту арқылы нейтральностьпен кетіруге болады. Байқасаңыздар, мен сіздерге айтып жатқан жоқпын құтылу деп, мен сіздерге айтып жатырмын еріту. Бұл екеуінің айырмашылығы жер мен көктей, достар. Мен лично маған келген адамға всегда айтамын, да, біз еш нәрседен құтылмаймыз. Әрине мен кішкене миға түсінікті тілде айтуы мүмкін, негативтен арыламыз деп ше. Бірақ түбіне былай қазбалайтын болсақ, мен айтып жатырмын, да, қабылдау арқылы ертеміз. Қабылдау деген сөздің артында өте үлкен махаббат тұр. Махаббаттың температурасы жоғары болады, ол бәрін ертеді. То есть анау сіздің ойыңызша негативті нәрселер сіздің жағыңызға өтеді, сіздің күшіңізге айналады. Егер сіз ол нәрседен арылатын болсаңыз, неше түрлі басқа практикаларды жасап, сіз не істейсіз? Просто тұрасыз да, оны қуасыз былай кеңістігіңізден. Бірақ ол сіздің кеңістігіңізден ешқайда кетпейді. Уақытша кетуі мүмкін. 1 жылға, 2 жылға. И сіз тұрасыз да ойлайсыз, наконец-то мен проблемадан арылдым деп. Бірақ сіздің өміріңізге ол айналып келеді қайттан. Ол басқа проблеманың формасын қабылдап келуі мүмкін, или ең ауыр нәтижесі ол сіздің балаларыңызға беріледі. То есть сіздің балаларыңыз сіз өтпеген нәрсені, сіз қуып жіберген проблеманы қайталап өтетін болады. Яғни проблеманы окончательно тоқтату, мен айтып жатырмын, окончательно тоқтату, ол тек қана қабылдау күші, қабылдау арқылы ерту. Вот, в принципе, мен бұл нәрсенің барлығын диагностикада өзімнің призмаммен клиенттерге беріп жүрмін. Дальше мен бұл тақырыпты ашатын боламын жаңа проекттерде. Жасалатын жұмыс өте көп. Жасалатын мен бір нәрсеге анық сенімдімін. Адам шынайы переход жасайды қандай жағдайда? Білім арқылы. Таза білім арқылы. Бізде қазақтарда сөз бар ғой, білімсіздің күні қараң деген сөз бар. Білім сіздердің өмірлеріңізге жарық алып келеді. Әрине ол білімді сізбен бөлісетін адамға тоже байланысты, себебі адам жай ғана білім беріп қана қоймайды. Яғни сіз мысалы бір психолог, білмеймін, біреуден проект аласыз.
ол адам сізге жай ғана білім бермеу керек. Во-первых, бұл алхимия процесс та, ол адамның составы, өзінің составын береді ол адам, сізге ДНК-сының құрамын береді. Мен мысалы не беремін маған келген клиенттерге? Біріншісі, менде қайталанбайтын уникальный энергия беріледі. Мендегі бар энергияны ешкім қайталай алмайды. Уникальный. Не себептен? Себебі Құдай адамдарды жаратқан бір-біріне ұқсамайтын қылып. Маған сондай бір энергия берген, бұл энергияны ешкім қайталай алмайды. Жер шарында ондай адам жоқ. Бұл сізге де қатысты, сізді ешкім қайталай алмайды. Орыстардағы уникальность деген сөз содан шыққанда. И біз осы уникальностьпен бөлісеміз адамдармен. Бұл біздің ДНК-да бар нәрсе. Екінші, бұл таза білім. Именно білімді жай ғана алып, қолданбай бере салатын ұстаздар болады. В принципе, оларды ұстаз деп айтуға келмейді. Оларға келген адам особо нәтиже көрмейді. Шынайы трансформацияны дәмін татпайды. Бұл білім жаңағы сізге беріп жатқан адамның бүкіл клеткасынан өткен болу керек, да? То есть, когда человек пропускает знания через себя, и соны, то есть, оны проводниктің денесінен бұл нәрсе өткен кезде ғана сізге қонады да бұл нәрсе. Түсінесіз ба? Сізге сол кезде инсайттар келеді, озарение келеді. Үшіншісі, бұл тәжірибенің сығындысы. Тәжірибенің сығындысы деген сөз, адам өмірінде бір сынақ келді, сол сынақты білім арқылы шешті, процесінде емес, прям шешті, содан өте керемет нәтиже алды. И ана ұстаз сізге тұрады, осының барлығын біріктіреді. Бұл кәдімгі алхимия процесі. Адам мысалы тамақ істеген кезде ет қосады, пияз қосады, қуырады дегендей ғой. Тура сол секілді, просто бұл энергия әлемінде жасалады. Сосын соны дайын проект қылып біз ұсынамыз, иә? Сол себептен бұл өте қатты переходқа әсер етеді. То есть поверхностный нәтиже алмайсыз, сіз кәдімгі ішкі әлеміңіздің тұңғиығына, глубинасына түсесіз, өзіңізді зерттей бастайсыз. Понимаете? Эгоны ертудің тағы бір әдісін айтатын болсам, постоянно кеңістіктеріңізге мән беру. Қазіргі переход уақытында бұл әсіресе өте қатты актуальны. Сіздердің кеңістіктеріңізде ойнатылатын кез келген сценарий, жағдай, сіздің әлеміңізге келетін кез келген адам, бұның барлығы бекер емес. Олар сізге тек қана сіздің ойыңызша, сіздің миыңыз оценка береді, бұл нәрсе жаман деп, мысалы жаман адам, жаман конфликт, жаман жағдай, мысалы ауырып қалды деген сияқты, сіз тұрасыз бұған жаман деп оценка бересіз. Баға бересіз, осылай шын мәнінде бұл жаман нәрсе емес, бұл сізге келіп айтып тұр, давай мені баста былай үстімнен переход жаса, көтеріл деп жатыр. То есть эгоңды ертуге мүмкіндік береді мына жағдай. Любой сынақ. Мысалы, қандай мысал келтірсек болады. Біреумен конфликт болды, сіз тұрасыз, сіздің миыңыз айтады, ана адам кінәлі, мен кінәм жоқ, ол өзі бірінші битті, ол өзі бірінші сөйтті депші. Осознанно адам не істейді бұндай кезде? Осознанно адам тұрады, өзіне сұрақ қояды. Бұл сценарий вообще не үшін болып жатыр? Не үшін берілді маған? Мен не түсінуім керек бұл арқылы? Мен қалай бұл нәрсені өзімнің пайдама жұмсай аламын? Кез келген сценарийді өз пайдаларыңызға жұмсаңыздар. Мысалы, менде бір триггер пайда болса, мен не істеймін? Мен просто тұрамын да, өзіме сұрақ қоямын. Қандай пайда ала аламын бұл нәрседен? Бұл мен туралы не айтып жатыр? И бірден сол нәрсенің причинасын тауып жұмыс жасаймын. И әр ситуация берілген сайын мен ол ситуациядан қашпаймын. Мысалы, мен посуда жуып тұрмын, ішімде бір негативті сезім оянады өзінен өзі. Бір адам ойыма түсіп кетуі мүмкін, өткен шақта мен ұмытып кеткен, бұрын білмеймін, бір адаммен қарым-қатынасымда бір гештальт жабылмай қалды. Сол адам есіме түсіп кетеді. Бір адам тұрады, ойды қуып жіберуі мүмкін. Ой, не үшін есіме түсіп жатыр деп. Осознанно адам тұрады, ойланады. Так, мен, кажется, бұл адаммен қарым-қатынаста энергия сояққа кетіп тұрған сияқты. Бір недосказанность бар мүмкін, мен сол нәрсені шешемін. То есть мен өткен шақтың есігін окончательно жабу үшін бір амал жасаймын өзім тарапымнан.
Егер мен мысалы ол адамды білмеймін, көре алмаған болсам, иә, іштарлық болған болса ол адамға, мен сол іштарлықтың білмеймін, не айтып тұр бұл іштарлық маған? Зависть деген нәрсе мысалы айтуы мүмкін сізге, что сізде ана адам сізге тура мен сияқты өмір сүре аласың деп көрсетіп жатқан болуы мүмкін. А сіз іштей тұрасыз да ол адамды жек көресіз, только потому что у него или есть то, что нет у вас. То есть түсінесіздер ме, кез келген ситуация сіздің ішіңізде триггер туғыза ма, сіз сол триггермен жұмыс жасап, қабылдап, емдеп алуыңызға мүмкіндік беріліп тұр деген сөз. И сіз оны былай қуып жіберетін болсаңыз, ешнәрсе шешілмейді, ол айналып келеді. Болмаса ол сіздің арқаңызда груз болып жинала береді. Ал осознанный адам ол кез келген ішіндегі бар сезіммен былай бетпе-бет келуден қорықпайды, бетпе-бет келеді, былай қарайды, зерттейді, и ол нәрсені шешеді. Бірақ енді ол нәрсені шешу үшін қолда білім болу керек қой. Білім деген нәрсе, ойламаңыздар, мысалы Гүлданадан бір рет диагностика алдым, все деп. Сіздер оны постоянно қолдануларыңыз керек. Повторение, мать учения деген нәрсе бар. Егер сіздер мен берген білімді қолданбасаңыздар, ол мен призмам сығындысы болып тұр ғой, сіздер еш нәрсе ала алмайсыздар. То есть ана білім полкада шаң басып жататын болса. Поэтому мен диагностиканы именно аудио форматта жасағам. Себебі мен айтатын нәрсені сіздің миыңыз бірден қорыта алмайды. Ақпарат өте терең. Более того, көп адамдардың миы қарсыласады бұл нәрсеге. Себебі сіздің миыңыз ескі сценарий, страданияда өмір сүріп үйреніп қалған. И мен оған айтам, давай все, на страданиядан шығу керек, бірақ мынандай нәрсе істеу керек деген кезде, сіздің миыңыз әрине бұл нәрсеге қарсыласады. Мен еш нәрсе істей алмаймын, мен тек сізге инструмент берем. Ол мимен қалай келісімге келу керектігін айтып, иә. Бірақ видите ли, егер сіз ол нәрсені қолданбайтын болсаңыз, ол нәрсені ысырып қоя салатын болсаңыз, миым қарсыласты деп қашып жүре беретін болсаңыз, мен уже жауапкершілік ала алмаймын ол нәрсеге. Болды. Сол себептен бұл жақта нәтиже болу-болмауы 50% маған байланысты, 50% сізге байланысты. Сіздің жауапкершілігіңізге, қаншалықты өміріңізді қатты өзгерткіңіз келеді, сол ынтаңызға байланысты, ниетіңізге байланысты. Мен өз тарапымнан бүкіл клиенттерге бірдей берем. Бүкіл клиенттерге. Бөліп жармай. Одан кейін іштарлық туралы бір нәрсе қосқым келіп тұр. Менде Инстаграмда бір рилс бар да. И сол рилста мен адамдардың несін айтқам? Іштар адамдардың белгілерін айттым да. И соңына таман былай айттым. Егер сізде осы белгілер болса, скорее всего, сіздің өзіңізде сол іштарлық бар, просто сіз оны мойындамайсыз. Сізде и іштарлық бар, и мақтаншақтық бар. Комментарийді оқысаңыздар, адамдардың барлығы іштарлық деген кезде басқа адамдарға фокус бөледі. Мен айналамда енем мынандай, подругам сондай, абысыным сондай дейді да. Соңында бұл сіздің өзіңізде бар десем, соңындағысымен мен келіспеймін деп айтады. Бұл таза эго ғой, білесіздер ме? Ол адам таза бөлінушілік санасында өмір сүреді. Ол өзінің ішіндегі теневой жағын көрмейді. Сіз сол ішіңіздегі теневой нәрсені мойындамайтын болғандықтан да айналаңызда іштар адамдар толады. И сіз ойлайсыз ол адамдарды жаман деп. Қаяқтан білесіз, ол адамның артында өте үлкен ұстаз тұрғанын, эгоңызды ертуге мүмкіндік беріп тұрғанын, что кез келген адам сіздің ішіңізде бар нәрсені көрсететінін. Көрсетеді деген кезде мынандай нәрсе ғой, тура мағынасында емес. Мысалы, бір адам келіп сіздің шекараңызды бұзып кетсе, сіз тұрып, значит, не знаю, мен де біреудің шекарасын бұзам ба деп ойлауыңыз мүмкін, хотя это 100%. Скорее всего, бұзасыз, как раз таки осындай іштарлық арқылы. Бірақ бұл еще сізге сабақ қой, шекараңызды дұрыс қорғап үйрену туралы.
Понимаете? Мақтаншақтық болуы мүмкін. Сіз мақтанған сайын сіз айналаңызға штар адамдарды тартасыз. И бұл нәрсемен күресіп, адамдар андай комментарийда дәлелдеп өліп жатыр да. Мен бойымда жоқ бұл нәрсе. Бәрімен келсем, но адамдардың тілеуін тілеп жүрем, білмеймін, неғып осы адамдар мен көремайтын деп айтады да. Ішіндегі өзінің аш күшінен қашып жатқан адамдар сөйтіп айтады. Осознанный адам не деп айтады? Осознанный адам тұрады да, ойланады, анализ жасайды, кеңістігіне мән береді. Мысалы, келесіде біреу оған іштарлықпен, андай пассивный агрессиямен сөйлейтін болса, ол адам, во-первых, адекватная реакция жасайды, сұрақ қояды да, бұл мен туралы не береді? Или мен қай жерде сол нәрсені жасаймын? Бір адам сізге өзінің ауыр мінезін көрсететін болса, возможно, сіз сол ауыр мінезіңізді бәріне көрсетпесеңіз де айналаңыздағы бір адамға сливать ететін шығарсыз. Понимаете? Сондықтан всегда сұрақ болу керек та, где я поступаю так же? Сіздің шекараңызды бұза беретін болса, сіз өзіңіз, скорее всего, біреудің шекарасын бұзасыз. И оны просто мойындамайсыз. Мойындау деген сөз, ол қабылдаудың андай бастапқы этабы секілді да. Мойындамаған кезде трансформация жүрмейді. Я, менің ішімде осындай нәрсе бар деп мойындау, ол нәрсені трансформациядан өткізу. Бұл өте үлкен даналық қалып келеді да сізді. Бірақ қоғамда біз айтқан кезде, өздеріңмен жұмыс жасаңдар. Мына әлем сенің ішкі әлеміңнің проекциясы деп айтатын болсақ, адамдардың эгосына бұл нәрсе тиіп кеткені соншалықты. Ол адамдар айтады, отцепитесь вы от меня. Неғып сендер бізге тиісіп қалдыңдар, психологтар деп айтады. Біз оларға андай нетерпимо да, өзінің ішкі әлеміне үңілу. Олар қорқады өздерінің ішкі әлемдегі аш күштен. Бірақ ол орынды да, себебі сіз ол нәрсемен жұмыс жасамай жүре берсеңіз, оны қабылдамасаңыз, ол аш күш уақыты келгенде сізді бас салады. Уақыты келгенде сіздің өміріңізді улайды. Сіздің ұрпағыңыздың өмірін улайды. Понимаете? Сол себептен біз психологтар, астролог, нумерологтар, ұстаздар, өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар деген кезде біз айтып жатқан жоқпыз, сен бір нәрсеге кінәлісің деп. Біз просто осознанностьқа шақырамыз. Себебі бір нәрсе ақиқат, достар, что мына әлемде бар бүкіл нәрсе сен ішкі әлеміңнің айнасы. Это неоспоримый факт. Бірақ бұл өзіңді кінәлап, чувство винаға беріліп кет деген сөз емес. Бұл просто дұрыс білімді қолданып, дұрыс инструментті қолданып, осознанностьті қосып, дұрыс сұрақтар қою арқылы жаңағы сол ішіңдегі аш күшті басқарып үйрену. Аш күшті басқару деген сөз, достар, бұл ең бірінші кезекте псиполе, яғни сен психикалық реакцияларыңды басқарып үйрену, саған тиесілі емес реакция фильтрлерді шешу. Көп зерттеу керек бұл нәрсені. Сол себептен эгоны ерту деген сөз, достар, бұл сіздерде мынау подростковый шақта эго өзінің шегіне жетеді да. Эго бала санасындағы адамдарда болады. И ол нәрсе болса, ол бала жаман деген сөз емес қой. Ол жай ғана бала әлі переходтың белгілі бір этабында деген сөз. И біз сіздерге айтқан кезде эгомен жұмыс жасаңыздар, өздеріңізге мән беріңіздер, өздеріңіздің аяқтарыңыздың астына ғана қараңыздар. Іштарлық туралы айтылып жатса, мен айналамдағы мына адам сондай деп айтпаңыз. О чем это говорит о вас? Любой стрелканы өздеріңізге бұрасыздар. О чем это говорит обо мне? Өзіңнің ішіндегі минусты тап деп жатқан жоқпыз біз. Просто сенде триггер болса, оның себебі бар ғой, сол себебімен жұмыс жаса деп жатыр. Қысқасы, бала реакциясына келетін болсақ, есейген адамда эго ериді.
переходтың мәні сол ғой, бала санасынан есейген адам санасына шығыңдар деп жатыр. Себебі қазір өте көп адамдар ересек адамның санасында жүр, бірақ психикалары кішкентай баланың дәрежесінде қалып кеткен. Ал душа, адамның жаны, ол постоянно есеюге ұмтылады. Мен айтып жүрген жұмақ санасы, ол жерге тек қана есейген адамдар көтеріледі. Білесіздер ме, сондай 13-14-15 жастағы қыздар бар, психикалары есейген уже. Өте мудрая болады. Но в то же время 30-40 жастағы адамның бар, әлі подросток сияқты. Ересек адамның денесіндегі кішкентай балалар. Бұл білдірмейді, егер сізде осындай нәрсе болса, сізде бір нәрсе не то или жаман екен. Бұл жай ғана бағыт көрсетіп отырық та, давайте все, уже есейетін уақыт келді. Ақыр заманның адамдарсыздар. Жылжу керек дальше. Өте үлкен цикл бітейін деп жатыр қазір. Переход циклы. Ескі матрицадан переход жасап жатырмыз. Есейгендер жаңа матрицаға кіреді. Есеймегендер ескі матрицада қалады. Ескі матрица бұл страданияның кеңістігі. Жаңа матрица бұл жұмақ санасы. Бұл білесіздер мынандай ғой, примерно сіздің жаныңыз былай күнге қарай ұшып келе жатыр да, күн ол ертіп өртейді, ыстық несімен, өзінің сәулесімен. Сіз жақындаған сайын ол сізді өртейді, бірақ ол не өртенеді? Сіздің жаныңызға не созвучны нәрсе? Жаныңызға не созвучно, ол эго. Эго ол өзінің қызметін жасады ескі матрицада. Неше түрлі сценарийлер ойнатылды сол арқылы, бірақ уақыты келгенде мына эгоны бір келіп тұрған саркофаг ретінде алатын болса, ғана саркофагты шешу керек та. Оны сіз физически шешіп тастай алмайсыз ғой, оны күннің энергиясымен ертеді. Күн деп айтып жатқаным ол махаббат, ол өмірдің кеңістігіндегі қайнап тұрған энергия, сіз сол нәрсемен ертесіз, және жақындаған сайын өртенеді. Өртену деген, это больно, но больно кому? Вашей душе или вашему эго? Конечно, эго. Сол себептен сіздер переходтан өткен кезде неше түрлі сценарийлер келіп, бір боль алып келетін сценарийлер келген кезде, сіздерден қатты эмоция шыққан кезде, ол негізі күш келеді да. Сол күшті қабылдау керек міндетті түрде. Ол нәрсені вкладын табу керек. Себебі сіздің жаныңыз бұл трансформацияда негізі рахат алады. Ал сіздің эгоңыз боль сезеді өте қатты. Каждый раз сіздерде триггер пайда болған кезде, ол сол боль, сіздің эгоңыз реакция жасап жатыр. Күн, сіз күнге келесіз ғой, переход жасап, ол сізге қарай түспейді. Ол всегда жанып тұрады, ол всегда бар. Сіз оған өзіңіз келесіз, жақындаған сайын, ол ертеді. Күнді Құдай ретінде алатын болса, Құдай адам Құдайдың жаңағы әлеміне келген кезде, шынайы ақиқат әлемге, Құдай барлығын тасталғанын шығарады. Сіз киіп алған маска, эгоның маскасы, чужие фильтры, чужие программы, установки, это все старое. И Бог, Он рушит все старое, чтобы заново построить новое. Сол себептен өмірлеріңізден переход кезінде ескі нәрсе кететін болса, қарым-қатынас болсын, ақша жоғалтулар болса, оны спокойно қабылдау керек. Дүниеге байланбай. Сіздер сыртқа әлемдегі нәрсеге байланасыздар, себебі іштеріңізде мына бір опора жоқ. Сіздер сырттағы нәрсеге тәуелдісіздер. Іштегі опора стерженді өсірген кезде, сырттағы тәуелділік жойылады, іште шексіз байлық пайда болады. Бұндай адамдарда жоғалтып алу қорқынышы болмайды. Яғни, қалай айтсам екен, қазақтарда сөз бар ғой, күнімді адамдарға қаратпа, Құдайым деген. Сізде сондай нәрсе болады да. Сіз тәуелсіз боласыз, сіздің жаныңыз бос болады. Это вам пища для размышления. Всех обнимаю, всех люблю.